Қайырлы күн оқушылар, бүгін біз сіздермен кірме сөздер тақырыбын өтеміз. Кірме сөздер кез келген тілдің сөздік құрамы үнемі өзгеріп отырады. Тілге әртүрлі қарым-қатынасқа байланысты басқа тілден сөздер енеді. Тұрмыс-тіршілікке байланысты заттар мен құбылыстардың аттары жаңарып отырады. Тілге басқа тілден енген сөздер кірме сөздер деп аталады. Қазақ тілінде араб, парсы, моңғол, орыс тілдерінен көптеген сөздер кірген. Сонымен кірме сөздер дегенде осы үш бағытты есімізде сақтауымыз керек. Араб, парсы, моңғол және орыс тілдерінен қазақ тіліне сөздер енген екен. Мінекей мысалдар: араб, парсы тілінен енген сөздер: адам, қоғам, ғалым, білім, ғылым, мектеп, кітап, әлем, әдебиет, мәдениет, әліпби, тағы басқа. Моңғол тілінен енген сөздер: жасақ, ұлыс, нөкер, жарлық, аймақ, өлке, тарбағатай, зайсан, баянауыл сияқты Алтай деген жалқы есімдер де бар екен. Ал орыс тілінен енген сөздерге көшсек: жәшік, тәрелке, сөмке, кәмпит, бәтеңке, самауыр, зауыт, кереует, жәрмеңке, үстел, тағы да басқа. Мінекей балалар, өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай, бұл сөздердің барлығы қазақ әдеби тіліне еніп, күнделікті қолданысқа ауысып кеткен. Кірме сөздер туралы қосымша ақпаратты ұсынамыз. Кірме сөздер тіларалық қарым-қатынас, яғни байланыс нәтижесінде бір тілден екінші тілге ауысқан бөгде тілдік элементтер. Элементтер дегеніміз сөздер болуы мүмкін, сөз тіркестері немесе жұрнақтар, тағы да басқа болуы мүмкін. Кірме сөздердің кейбірінің түр тұлғасынан, дыбысталуынан қай тілдің еншісіне жататыны белгілі болып тұрса, ал ертеден қолданылып, тілге әбден сіңісіп кеткен кірме сөздің қайсысы бірінің түп төркінін айқындау үшін арнайы этимологиялық зерттеулерге жүгінуге тура келеді. Мысалы, тіліміздегі заң, закон қос сөзінің законы орыс сөз екені баршаңызға аян болса, ал төл сөзіміздей болып кеткен заң сөзі ерте замандарда Қытай тілінен ауысқан лексема екен, яғни Қытай тілінен ауысқан сөз екен. Осылайша балалар, кез келген қазақ тілінің этимологиясын, яғни түп төркінін зерттеу арқылы сөздердің біз оның қай тілден енгенін біле аламыз. Әрине, бүкіл тілдегі сөздер кірме сөздер емес, ол төл сөздеріміз өте көп, кірме сөздер кішкене пайызы ғана. Моңғол, араб, иран тілдерінен енген кірме сөздерге тоқталсақ, моңғол тілінен сөз ену кезеңі 11-10 ғасыр деп саналады. Олар абдыра, алтын, аймақ, аға, жиен, бажа, балта, бұрғы, бура, бұқа, тағы басқа. Ал араб, иран тілінен сөз ену орта ғасыр деп шамаланады. Қазақ тіліне араб, иран сөздері тәжік, өзбек тілдері арқылы мынадай жолдармен енеді дейді. Бірінші, шаруашылық, сауда қатынастар арқылы енген сөздер: айна, таға, базар, тағы басқа. Мәдени және ғылыми қарым-қатынастар арқылы, әсіресе Фирдауси, Науаи, Омар Хайям, Хафиз шығармаларымен енген сөздер бар екен. Мысалы, мектеп, мереке, емтихан, медресе, тағы басқа. Және дінмен енген сөздер: шариғат, ораза, намаз, аруақ, ақырет, тағы басқа. Енді келесі үшінші топ, жоғарыда айтқан орыс тілінен енген кірме сөздерге тоқталсақ, орыс тілінен қазақ тіліне сөз ену 18 ғасырдан басталады, яғни 1900 жылдардан басталады. Мысалы, күріш, саман деген сөздерден бастап тілімізге енген сөздердің саны бұл күнде өте көп екен. Орыс тілінен қазақ тіліне енген сөздерді Қазан революциясына дейін енген сөздер және Қазан революциясынан кейінгі кезеңде енген сөздер деп екіге бөлеміз. Қазан революциясынан бұрын орыс лексикасынан ауысқан сөздердің айтылу жағынан қазақ тілі ережелеріне бағынып, орфографиялық және фонетикалық өзгеріске ұшыраған сөздер, яғни қазақ тіліне бейімделіп кеткен. Мысалы, болысты волос десе, біздер болыс деп аударып алғанбыз. Жәшік, ящик, сот, суд, өздеріңіз білесіздер. Кереует, кровать, самауыр, самовар, тағы басқа. Ал Қазан революциясынан кейін ауысқан сөздер мұндай өзгеріске ұшыраған жоқ, яғни түпкі түбірін сақтап қалған. Ол союз, колхоз, трактор, автомобиль, комбайн, тағы басқа. Енді дәрісті қорытындылай келсек, кірме сөздер туралы не үйрендік? Кірме сөздер, яғни шығу төркіні жағынан басқа тілдік сөздер, негізі түбірі басқа тілден енген. Араб, парсы тілдерінен ауысқан сөздер сөздік қордағы қазақтың тума сөзінде еніп, қазақ сөздер, жаңа сөздер жасауға ұйытқы болған. Мысалы, шежіре дейміз, ол араб тілінен, яғни ағаш дегенді білдіреді. Біз оны өзіміздің, яғни негізімізді бейнелеу үшін, айту үшін шежіре деп атап алғанбыз. Сонымен қатар яғни деп айтып отырған сөзіміздің өзі де араб тілінен енген.
Қорытындылауды жалғастырамыз. Қазақ тіліне моңғол тілінен кірген сөздердің дені әкімшілік, ел билеуге байланысты, әскерге байланысты, өздеріңіз байқап отырсаңыздар. Орыс тілінен енген және орыс тілі арқылы басқа тілдерден енген сөздер Қазан төңкерісіне дейінгі және одан кейінгі кезеңде ауысқан. Орыс сөздері баспасөз арқылы жазба тілге тарамаған, көбіне ауызша сөйлеу тілі арқылы енген екен. Сонымен балалар, естеріңізде сақтаңыздар, қазақ тіліне кірме сөздер араб, парсы тілдері арқылы, моңғол тілі арқылы және орыс тілі арқылы енген екен, және сол тілдерден енген екен көбі. Енді бақылау сұрақтарына өздеріңіз жауап берсеңіздер болады. Кірме сөздер дегеніміз не? Бұл оңай. Бірінші анықтамасы: қазақ тілінің сөздік қорына араб, парсы тілдерінен қандай сөздер кірген? Мысал келтірсеңіздер болады. Моңғол тілінен қазақ тіліне енген сөздер қай салаға қатысты ауысқан? Қазақ тіліне орыс тілінен және орыс тілі арқылы басқа тілдерден енген сөздердің сыр-сипаты мен игерілу дәрежесі қандай? Мына жерде отпечаток кетіп қалыпты, дәрежесі. Сонымен балалар, осы сұрақтарға жауап беру арқылы сіздер кірме сөздердің не екенін және оған мысалдар келтіруді үйренесіздер деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет. Егер қандай да бір сұрақтарыңыз болса, мен міндетті түрде жауап беремін. Сондықтан комментарий қалдырсаңыздар болады. Келесі сабақта кездескенше.